В общем, оазис деген жерге келдік қазір. Мына жақта пляжда качеля бар екен, күшті, прям судың үстінде. Сол жаққа баратын боламыз. Мына жақта ұнап тұр маған. Күшті екен, прям тишина. Ой, смотрите, какой сад. Классно. Баршаңызға добрый обед или после обеда. Біз деген демалыс деген күшті болып жатыр. Оны знаете, тюлень құсап жата береміз, тамақ жей береміз, суға түсеміз. Уже кететін уақыт жақындаған кезде қимылдай бастадық па, бірдеме болды. Айтпа. Қазір енді пляжға түсуге баратырмыз. Мына жер енді вообще күшті екен. Все, осы жерде қаламыз біз. Біздің нелеріміз неде чет? Көрсетті дежеді. Мына Назгүлдің братишкалары туған. Осы жаққа келіпті деп. Мына жер күшті екен, прям еще бүгін какой-то американский әнші келіпті осы жерге. Вот, мне здесь нравится. Иә. Короче, жігіттеріміз жіберіп болса стористарын қарап отырмыз. Бүгін бізде соғын, біз гүлі Ал біз екеуміз жүрміз, екеуін жүріп сап, өсек айтып. Кешел бері өсеңіз бітпей жатыр ғой. Бәрі жаман арман екен деп отқады. Негізінде біз басқа пансионаттарға барып көрдік, оазисқа барғанда бәрі керемет, бірақ балықтың иісі шығады ол жақта. Прям как будто даже үйдің несіне дейін шығады аға балықтың иісі. Прям күшті, адам жоқ, су тап-таза, прям күшті. Сол ғой, қараңыздар шот. Күшті жер. Ой, бұл жақ енді элита. Здесь только элиты гуляют. И здесь нужно, знаете, вот на таком языке разговаривать. Типа, oh my god, it's so beautiful. So beautiful weather. Oh my god, this man so ugly. Күшті екен мына жер прям. Тек қана элиталар жүретін жер екен. Біз сияқты мамбеттер бұл жерде жүрмейді. Қараңдар. Соның ан жақта уже күн батып баратыр. Біз тура осындай кезде түсіру керекпіз, бірақ қайықтың моторы жүрмей жатыр. Оф, Аллам сабыр бере көр. Аллам сабыр бере көр. Одно видишь, не надо. Жан, достарым өлең айтып жатыр енді. Мен сәліменен қаяларға жетем деп. Көл. Астын қара, аха.